Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен американский панкейктің ең күшті болып шығатын рецептісін ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар және видеоның соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызды алып, бір жұмыртқа саламыз. Үстіне қант қосамыз және де жақсылап тұрбарластырамыз. Үстіне жылы сүтімізді құямыз да, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды алып, үстіне қопсытқыш қосамыз. Ішінде араластырып жіберіп, електен өткізіп қосатын боламыз. Енді үстіне ерітілген сары майымызды қосамыз және де венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай болып шығу керек. Енді табамызды қыздырамыз. Табамыздың астына май жақпаймыз. Осындай тесіктер пайда болған кезде ауыстыру керек деген сөз. Екінші бетіне ауыстырамыз да, осылай қызып тұрған отқа пісіріп алатын боламыз. Міне біздің панкейктеріміз дайын болды. Мен үстіне осындай сгущенка жағып жегенді жақсы көремін. Сіздер әртүрлі жаңағы балмен болсын, шоколадпен болсын жей берсеңіздер болады. Өте дәмді, керемет болып шығады. Және де мен таңқураймен, шиемен әсемдеп шығамын. Осы рецептпен сіздің панкейктеріңіз өте дәмді, керемет болып шығады. Өте жұмсақ әрі таңғы асқа күшті үйлесетін болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Назарларыңызға көп рахмет.